Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен круассан дайындайтын боламыз. Алдымен бізге су керек, сүт керек, яғни біздің барлық ингредиенттеріміз салқын болу керек. Ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Дәл осы жағдайды қолмен илеуге болады. Және де біздің миксеріміздің ыдысы да салқын болу керек. Қолданар алдында жарты сағат алдын холодильникке салып аламыз. Ары қарай енді қамырымызды қолмен илейтін боламыз. Бізде қамырымыз қатты болғандықтан жабыспай қалған қамырларды қоспауларыңыз керек, өйткені бізде круассанымызды бұзады. Міне қамырымыз дайын, пищевой пленкаға орап, столдың үстіне жарты сағатқа қойып қоямыз. Бізде жарты сағат өтті, енді ары қарай қамырымызды илейтін боламыз. Тұзымызды, шекерімізді және де әселімізді салып, қамырымызды илейтін боламыз ары қарай біркелкі болғанша. Бұндай круассанға осындай миксер керек. Егер бұндай жоқ болса, қолмен амалдауға да болады, но бірақ өзім қолмен істеп көрген жоқпын. Міне біркелкі араластырып алдық. Енді дрожж саламыз және де сары майымызды салып араластырып, бәрі біркелкі болғанша қамыр илеп дайындап аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осыны пищевой пленкаға салып, холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Енді арасындағы сары майымызды дайындаймыз. Осылай пергаментке бәрін жайғастырып аламыз. Міндетті түрде президент қолданыңыздар. Басқа немен, сары майлармен шықпайды біздің круассандарымыз. Тура видеодағыдай етіп жасайсыздар. Міне осылай жайып алып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз, немесе морозилькке 10 минутқа қойып алсаңыздар болады. Бастысы қатып қалмау керек. Біздің қамырымыз міне көргендеріңіздей жұмсарды, енді жайып шығамыз. Міне сары майымыз дайын, енді ортасына жайғастырамыз. Шет-шетін қайырып, жан-жағын қайырып, қамырымызды жаятын боламыз. Тура видеода қалай істедім, сіздер де солай істейсіздер. Ортасынан екі шетіне қарай осылай жаямыз. Біздің сары майларымыз біркелкі жайылу үшін. Енді ары қарай жайып шығатын боламыз. Ұнды аз-аздан сеуіп, бізге шет-шеті қажет емес, шет-шетін алып тастаймыз. Тура видеодағыдай етіп жасайсыздар. Осылай орап, пищевой пленкаға салып, холодильникке жарты сағатқа жібереміз. Міне бізде жарты сағат өтті. Енді қамырымызды тағы да жаятын боламыз. Міне біз қамырымыз жайып алдық, тағы да екі шетіндегі шеттерін алып тастаймыз, қажет емес бізге. Енді бұны басқаша орайтын боламыз. Тура видеодағыдай етіп кітап сияқты орайтын боламыз. Холодильникке салып аламыз жарты сағатқа.
Енді шет-шетіндегі қалған бөлігін біз қазір красительмен бояйтын боламыз. Қызыл түске бояймыз. Міне осы біздің қалған қамырларымызды біріктіріп қызыл түске бояйтын боламыз. Мен топ-декормен және пакнарды қолдандым. Красительден топ-декордан онша қызыл түс шықпады. Сосын пакнарды қостым. Енді осы қамырды жайып аламыз, жұқалап. Енді осыны жаңағы дайын болған қамырымыздың үстіне жайып, шет-шетін алып тастаймыз, қажет еместерін. Осылай тура видеодағыдай етіп жасайтын боласыздар. Енді осы қамырымызды тағы да пакетке орап, холодильникке жарты сағатқа жіберетін боламыз біз. Міне бізде жарты сағат өтті. Енді круассандарымызды дайындайтын боламыз. Біздің тестамыз түбегейлі дайын болды. Енді шет-шетін сәл үлкейтеміз, сосын барып ұзыннан жаятын боламыз. Артық емес жерлерін шеттерін кесіп тастаймыз. Әрбір круассанды 8 см немесе 10 см етіп кесіп аласыздар. Екі жағында видеоға мұқият қарап, сол бойынша кесе беретін боласыздар. Енді круассандарымызды ортасынан кішкене кесіп жіберіп, осылай қатты тығыз етіп орайтын боламыз. Өйткені қазір біз буға қойған кезде бұл ажырап кетеді. Сол себепті барынша нақыздап осылай орайтын болыңыздар. Енді круассандарымызды осылай мен тек қана 6 түрін ғана пісіретін боламын. Қазір ол бізде ісініп, сосын көлем үлкейеді. Сол себепті бір пергаментке 6 түрін пісірдім. Енді біз қалған бөлігін осылай доскаға қойып, бетін жақсылап пищевой пленкамен ораймыз. Мүлдем ауа кірмеу керек. Осы бойынша морозильникте қатырып алуға болады, бір апта көлемінде. Біз духовкамызге осылай қойдық. Астында қайнаған суды құямыз да, бетін жауып қоямыз. Духовканы қоспаймыз. Міне бізде 2 сағат өтті. 2 сағаттан кейін осылай біздің круассандарымыз ісінеді. Бетіне жұмыртқа жағып шығып жатырмын. Осылай сөл бөлінеді. Шетіндегілерді жақсы қыстырылмағандықтан кішкене ашылып кетті. Сол себепті ораған кезде мұқият ораңыздар. Міне достар, біздің круассандарымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше болып шығады. Сіздермен болған Айгерім. Каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.